Міне, Қазақстан темір жолында еңбек етіп келе жатқаныма 30 жылға жуықтап қалыпты. Бүгінде тағы бір сапар күтіп тұр. Жұмысым өзіме ұнайды. Өмірімді басқаша елестете алмаймын. Компаниямызда жаман емес. Үнемі бізге қамқорлық көрсетіп, өндіріс ауыртпалығын жеңілдетуге тырысып келеді. Әлеуметтік тұрақтылық индексі дейсіз бе? Иә, біз оның сауалнамасын қуана толтырамыз. Өйткені қарапайым еңбек адамдарына ненің ұнап, ненің ұнамайтынын айтатын тамаша мүмкіндік туындайды. Басшылық тарапы да осы зерттеу арқылы жағдайды жақсартуға тырысады. Жұмыс киімін ауыстырып тұрады. Тоңазытқыш қойды. Жақында жөндеу жүргізді. Тізе берсең, біраз дүние баршылық. Жыл өткен сайын жұмыстың қолайлығы артып келеді. Дұрыс демалғанымыз талап етіледі. Себебі жауапкершілік жүк ауыр. Жолаушылар мінет, маңызды жүктер бар дегендей. Қауіпсіздікке байланысты пойызды 8 сағаттан артық жүргізе алмаймыз. Сондықтан әр станцияда демалыс үйлері қарастырылған. Сонда тынығып аламыз да қайта жолға шығамыз. Жұмыс орны жақсы болса, оған қуана барамыз. Локомотив іші өте қолайлы. Жазда салқын, қыста жылы. Тағы не айтуға болады? Әр машинистің кабинасындағы тоңазытқышта тамақ сол күйі сақталады. Жылытқыш пештің арқасында жолда ыстық тамақ жейміз. Ұсақ-түйек сияқты, бірақ күнделікті керек нәрселер. Барлық аймақтағы демалыс үйлерінде алаңсыз көш жүрімін алып, әл жинаймыз. Бүкіл жерде таза, тартымда. Көп ғимарат жөнделді. Іші де мұнтаздай. Тіпті ұйықтайтын киімді беруді де ұмытпайды. Суға түсіп сергіп аламыз. Асхана тәулік бойы қызмет көрсетеді. Локомотив бригадаларының демалыс үйлерінде қашан кірсең де тып-тыныш болып тұрады. Бұның өзіндік сыры бар. Бөлмелер әдейі демалысқа жайлы болатындай жасалған. Айтпақшы, психолог мамандармен еркін отырып әңгімелесуге болады. Бірдеңе мазалай ма? Үйде ыдыс-аяқ сылдырлады ма, шер тарқатып, жеңілдеп қаласың. Жақсы ғой, адам тек ішіп-жеуден тұрмайды. Рухани қолдау, ниеттестік керек. Біздің жауапты жұмыста пойыздардың қауіпсіз қозғалысына аса мұқият қараған жөн. Яғни, бейне бір жауынгерлер тәріздіміз. Ұдайы сапта сапарға аттануға дайын болуымызға жет. Ақ жол тілеп қойыңыздар.